Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, осындай күшті болып көтерілетін, өте оңай үйдегі бар заттармен жасалынатын, өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ал кеттік. Алдымен бізге қажет өнімдерді дайындап аламыз. Ыдысымыз таза, құрғақ болуы керек. 4 жұмыртқаға қантымызды салып миксерлейміз. Жай скорстан бастап, яғни жай жылдамдықпен бастап, жоғарғы жылдамдыққа дейін, қатты жылдамдықпен осылай аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Сосын сұйық майымызды құйып, тағы да жай жылдамдықта 1-2 рет миксерлеп, сосын оған айранды құямыз. Сосын ұнға қопсытқышты салып, араластырып, аз-аздан массамызға сала отырып, жай жылдамдықта миксерлеп аламыз. Шет-шетін жинап, араластырып алдық. Біздің массамыз дәл осындай болуы қажет, қыздар. Бізде форма 22 диаметрлі формаға пергамент қағазын төсеп, пешті алдын ала қыздырып аламыз. Осы кезде пешті қосып қоюды ұмытпаңыздар. 170, шамамен 180 градуста пешіңіздің ыңғайына қарай, осылай бетіне қалауыңызша мейіз, жаңғақ түрлі грек жаңғағын қойсаңыздар да болады. Осылай қойып, немесе ешқандай жаңғақ та қажет емес. Осылай қызып тұрған пеште 170-180 градуста 50 минуттай шамасында пісіріп аламыз. Піскен соң міндетті түрде зубочисткамен піскен-піспеген байқап қараңыздар. Міндетті түрде толық суыған соң ғана формамыздан шешіп кесуге болады. Міне дәл осындай жұмсақ, өте күшті көтерілетін, оп-оңай жасалынатын үйдегі бар заттармен пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Умида. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.